Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсіздер. Балалар, қазақтың ұлттық ойындарын білесіңдер ме? Иә. Қандай ұлттық ойындарын білесіңдер? Қанталап. Бәйге. Аха. Тағы? Қызу. Иә. Шелпек. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Бүгін қазақтың ұлттық ойыны қанталапай ойынын ойнаймыз. Ол 4 түлік малдың асығымен ойналады. Бұл асықтың ішінде, балалар, ерекше бір асық болады. Ол қызыл түсті. Бұл хан асығы деп аталады. Алақай-ау, алақай, басталды қанталапай. Қане қан асығы кімге түсер екен? Ағам. Жарайсың. Қан асығы әмірларға түсіпті. Ал енді балалар, қолдарындағы асықтардың ішінен өздеріңе бір сақа алып алыңдар. Қалған асықты алаңқайға барып, тізіп, артып ойнаймыз. Жүріңдер, балалар. Қане тізе қойыңдар, әдемілеп сызықтың бойын. Мені басқа жоқ қамын. Иә, соқасынан. Жәтік қойма. Қана. Алған қара басымызды. Сақанды ала қой. Қанеке балалар? Хан асығы кімге түсті? Ойынды кім бастады? Жоқ, әмірларға түсті ғой балалар. Қанеке әмірлар көздеп ата қой. Ой жарайсың. Құлатқан асықтардың барлығын ала қой. Әне тағы біреу. Келе ғой, келесі. Әмірхан ата қой. Кезекпен. Ал көздеп атамыз кәнеке. Ал. Әмірхан. Жарайсың, екі асық құлаттың. Ала қой. Аха, келесі. Әмірхан. Медина ата қой. Ой, Медина тимей қалды. Қане қаттырақ. Қанеке. Ой, жарайсың. Жарайсыңдар, балалар. Қанталапай ойынын осылай ойнаймыз. Білдіңдер ме? Иә. Жақсы.